Бәріңе сәлем достар, сіздермен мақсат. Бүгін FIFA 17 ойынынан өзімнің карьера загрека бастайтын болам. Карьера за команда бастауға болатын еді, бірақ өз ойым карьера загрека бастаймын деген ойды шештім. Енді кеттік. Біз қандай команда таңдайтын боламыз? Жалпы мен өз ойым российский бір премьер лигадағы командадан бастау болды. Неге десеңіз, Европадан бастасақ уже қызық емес болады. Біз Россиядан бастап Европаға трансфермен сол жаққа барып Лига чемпионов ойнап основаға түсіп дегендей. Сол үшін біз қазір российский премьер лигадан бастайтын боламыз. Бұл жерде мен Амкар, Арсенал, Тула, немесе Анжи, немесе қандай командалар бар да, Оренбург деген командалардан бастасам көтерілу қиын ба. Сол үшін біз средний команда, қатты да ойнамайды, Краснодар сияқты средний команда Краснодардан бастайық. Уровень сложнее профессионалға ойын және длительность тайма 5 минутқа ойын. Мынау евро тұра берсін, осылар тұра берсін өзін. Лига, Еврокубоктарға былай мынаяқтан түсіріп жүрсем уж қызық емес болады. Оныншы түсіп, біз қазір клубқа келгенде басында сірә бізді арендамен басқа клубқа жібереді. Сол клубта бір сезон ойнайтын шығармыз. Создать профи. Өзіміз кәдімгі ашамыз. Бұның атын мен, конечно, өз атыммен қоятын болам. Ойын қатты қатпайды деген ойдамын. Енді білмеймін, түсіріп көрмегенмін. Көреміз енді. Сосын әр бір серияда қызық болып отса сізге, әр серияда бір матч емес, 2 матчтан болады. Сигнальный. Мақсат деп тұра берсін. Имя в комментариях. Оны нақтан таңдай алмайсың ғой. Өз атың олатын болғанда тіп жақсы болатын еді. Имя на майке Жұмағалиев деп тұрса болады, немесе Мақсат деп тұрса болады. Жұмағалиев дегеннен Мақсат деп тұрсаншы, өзіме сол ұнап тұр. Енді ол білмеймін, енді ұзақ болып тұрған бір түрлі сияқты. Кішкене қысқашалау, қатты көп емес, 5-6 әріп болған, нормально болып тұрады деген ойдамын. Команда Краснодар номер 9, 10 номер обязательно. 10 номерді алайық. Гражданство Россия емес Қазақстан. Просто біз как Россия болып тұра берсін ба достар. Просто Қазақстан болса сборныйға шақырмыз. Сборный Қазақстан жоқ бұның ішінде. Қазақстан болса Қазақстанның сборной түсуге. Какой Қазақстан сборной? В общем, Россияда тұрса, Россияның сборныйына түсуге шанс болады, тырысып қарауға болады. А если Қазақстан болып қойсам, сборный жоқ. Бәрі Қазақстан патриот. Сборныйда ойнамай-ақ қойсақ та болады. Сборный қатты қызық емес та сол. Көбісі товарищеский матч болады, көбісі. Қазақстанды өтіп кеткен жоқпын ба болса. Бар ма екен, шынақта Қазақстан бар еді. Міне тұрған бәсе. КНДР-дің астында тұрған Корея. Қазақстан. Дата рождения марттың. Өз дата рождения қойып қойын енді. Қазақстан номер 10. Имя в комментариях нет. Қазір оны енді волосы. Вот прическа. Қазір сразу андай әдемі прическа таңдап кетуге болмайды, сол үшін
Цвет волос, қарағылай волос. Стиль бороды. О, нарисован. Цвет волос на лице. Вот. Нормально жарылдым для начала. Честно спасну осындай болған кіргенде. И потом волосы стилик, да? И глаза. Форма глаз. Чуть-чуть. О, не уснул проверься. Вертолетный глаза, цвет кожи. Цвет кожи. Қатты надо аппағын солай. Чуть-чуть надо қылып қояйық. Или надо осындай цвет нормально қатты қараймыз. Брови. Брови тұра берсін, қатты емес. Тип ушей дейді. Бәрі маған тұра берсін осылай. Нос. Тип носа. Я устал, нормально. Ну, нормальный игрок шықты. Рот, бұлар ауыстырып керек емес сияқты. Түрің сірі өзіңе істете алмайсың, қиын болмыз. Енді дальше кете берейік. Позиция. Вот позиция таңдау маған, позиция жақты таңдау маған қиындыққа түсіп отыр енді. Қаяққа сесем болады. Вратарь дейсің ба? Нападающий болады, бірақ левый, правый, опорно. Центр атакующего, плеймейкер. Плеймейкер қалғың келіп отыр жалпы өзім. Енді плеймейкер қылады. Центр полузащитник болса енді өзіміз сол лонгшот сондайға жақын адаммын өзім. Рост дейді. Рост мен негізі қыттай қылмай қойын. 170 180 178 алайын ба, 171 қойсам ше. 77 нормально. Вес строится, телорасположение тощее, среднее. Ведущая нога левая лучше. Схват или правая троерс. Правая троерс. Енді осы біз істегенбіз енді бәрі істедік, енді басайық. Окей. Далее ал кеттік. FIFA 17 ойына новые вливания в Краснодаре. Максат последнее самое многообещающее пополнение в составе Краснодар в этом году. Көреміз енді қандай ойын көрсететінімізді. Көп матч бұрынғы трансферлер ғой. Бұлардың енді болады ғой. Міне Цаппыз енді, цап средняя, матча сыгран 0. Тренерский штаб поставил вам ряд задач на сезон, и в целях развития вашей карьеры будет разумно их выполнить. Просим вас ознакомиться с поставленными задачами, перейдя по ссылке внизу. Удачи в сезоне, будем надеяться, он принесет успех нашему клубу. Просмотр задач на сезон. Бізге совещемен точно 65% болады.
30 голевой момент создап, енді голевой бермеу керек, енді момент создавать етіп қарау керек ғой. Бес голевой немесе 5 гол салу керекпіз. Нормально. Ваш средний оценка самой лиги должен быть не ниже. 6-та не ниже болсақ болады. Енді бірінші ойында біз банкта боламыз ба немесе шығара ма көреміз. Сегодня я включаю вас в старт. Бүгін бізді основнойға шығарды енді. Ең бірінші ойынымыз. Қат жазуын түсінбей қалдым. Осы хозяева дома унитный форму земник. Гости. Играть как Максат деуге болады, да. Бірақ за команду у него устали. Ұнамайтса комментарий жазыңыз. Просто Максат как өзі бір адам ойнаса қызығымыз болады. Кішкене команда енді бәрін маған өзіме бере бермеймін енді гол салу үшін. Кәм честно істеймін бәрін. Гол салатын жерде гол салып жүрейін. Шама келгенше өзімдікінен салғызып қараймын енді. Бастайық. Ал бастайық. Басында кішкене лаги болады енді. Мен енді FIFA қатты жалпы ойнай алмаймын. Сразу айтып қояйын. Опа, Лаборе. Ай-яй-яй. Ай, Газинский. И терпится спокойно. Спокойно. Біздің де игрок жайлап кішкене ойнақ қояды. О, бірінші ошибка. Уже бірінші ошибка. Енді рейтингі пока что 67. Енді бұл аз рейтинг FIFA-да. Түсінет жарсыз. Спокойно. Паспен. Ертерек беріп қойдым ғой. Негіз сап болғанда бой қатты керек емес, енді замыкать жалпы былай көтергенде енді центрде борьба болғанда керек. Бірақ удар. Ай, вратарь, красавчик. Вообще біз что-то вообще шығармай жатыр мыналар. Қиын. Офсайд жоқ. И гол. Ай, красавчик, спокойно. Жуазиньо. Ай, жақсы нет. Негізі өз игрогымен оңша түсу керек еді, жақсы момент болды негізі. Бірақ енді Газинскийге скидочка істеймін ба деп едім. Ай, плохой пас. Пас шынымен де қатты кетіп қалды слишком. Бірінші тайм бітті, енді бірінші тайм қатты жақсы болған жоқ. Енді өзім үшін неудачный зат болсақ десе. Перейра пока что біз заменге отырғызған жоқ. Отырғызып ма біз? Бізді отырғызып тапты ғой. Бізді отырғызып тастаса, онда бірінші тайммен қатты ойнай алған жоқ. Ничего. Енді отырғызып тастаса біз рассчитать етіп тастаймыз. Неге десеңіз, біз тек енді өз игрогімізді ойнаймыз. Нормально жетті зат. Остаток. Свободная сила, закончим запасом сил. И олар оттыма календарьды қарап жіберейік. 4-0 победа болыпты ғой. 4-0 победа болсын, түсінбеймін, қалай 4-0 победа сөйтіп шығып кеттім, и 4-0, 4 гол екінші таймда. Невозможно. Енді FIFA-ның өзі заты ол. Қайттан
основнойда чыгамыз. Енді бул жерлерде бизде основа шар ойнотот. Ак форма ойнойкуш, ак форма ойнойт, кара форма ойносун. Вся команда и екі матч тек 2 матч ойнайтын боламыз. Бір затта, бір серияда. Міне достар, екінші матч Гуймараес па танымайм, бір команда в общем. Енді кубоктар ма, бір зат кубок болу керек. Міне орта спокойно. Еще дальше. И лонгшот всех параемся. О, жақсы лонгшот болды енді. Ашылың. Дальше ашыл. Онда тұрып алатын несі. Сонда әдеттер жама. Ай, жетіспей қалдым. Пойди фланг. Жуазиньоның левый фланг уже Жуазиньо қашып баратыр еді уже. Ё-моё. Енді осы саттан кейін тек мақсатпен ойнаймыз деген ойдамын. Ай, створ. Жақсы удар болды, кішкене в уголок жеу керек еді. Мыналар екі адам. Ой, 1-1 итер. Қалай сала алмай қалды. Опа. И пенальти. Конечно, өзіме беремін. Өзім зарабатывать еттім. Мен көрген шығарсыз. Кам 1-1 шықтым. Дұрыс көңбей тұр, дұрыс ракурста емес. 1-1 шыққан кезде прям екі адам қыстады. Жуазиньо кешір. Өзіме беретін болам. Гол. Білетін затым істейміз. Енді ең бірінші гол екінші матчымызда болды. Енді білмеймін, жақсы. Пенальти өзіміз зарабатывать еттік. Пенальтиді мен всю команду ойнайтын болсам, пенальти кім зарабатывать ет, соған беретін болам. Дегенде енді өзім мысал үшін мен зарабатывать етпесем, басқа біреу зарабатывать етсе, енді өзіме тепкілік бол сала беру, ондай істемеймін. Ондай істесең де бір түрлі болады. Сол үшін кішкене өзім зарабатывать еттім жаңа, сол үшін өзім тептім. Міне көріп тұрмын. Казинский. И голевуха. Екінші 9-1. Бүгінгі ойынымыздың рейтингіміз 9-1. Пасты қараңыз. Пас просто екі орта өтті. Просто екі орта четко. Прям Иньестаның наследнигіміз. Барсада основада ойнап жүреміз. Иньеста отставкаға келген соң. 9-1 рейтингіміз. О, Дималдат ден подача и 3-0. Просто 9-3 рейтингімізді 10 қылсақ осы Краснодардың звездасы болып шығармыз. Соңғы матчтарда жақсы ойнасақ, вратарь вообще біз бүгін тәшт етіп жатыр. 10-ға ойнасақ осы бізді аренаға жібермейтін шығар, бірақ сірә по-любому жібереді аренаға. Неге десеңіз, 18-дегі бала кішкене опыт жинау керек дегенде басқа жаққа барып, бір нормальный команда түссе сол жаққа барып опыт жинап қайтып кішкене. Хотя чемпион шип болса да, хотя бы Англияда ойнайсың ғой әйтеуір. Вообще басқаша лигалар бар, андай Дания, сондай лигалар вообще қызық емес сияқты ойнаған. Осымен достар,
өзімнің видеомды аяқтайтын боламын. Сізден болған әрине мақсат FIFA 17 ойыннан карьера за игрока болды. Жалғастыра бер десеңіз, лайктарыңызды басып, арнама жазылыңыз. Сізден болған мақсат қош сау болыңыз. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always